Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бірлігі жарасқан ел. Ал енді балалар, жаңа сөзбен танысайық. Ұлт өкілі, бірлік, ынтымақ, тату-тәтті, құшақ жая қарсы алу, бауырына басу. Балалар, Қазақстан Республикасы көп ұлтты мемлекет. Онда 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады. Олардың барлығы тату-тәтті өмір сүруде. Қазақстан түрлі ұлт өкілдерінің басын қосқан ұлы мекен. Балалар, Қазақстанда орыс, неміс, татар, түрік, өзбек, корей және тағы басқа ұлт өкілдері тұрады. Ал енді балалар, мына тапсырманы орындап көрейік. Бірінші тапсырма. 84-ші бет, 3-ші тапсырманы оқып, бейне баянды қараңдар. Келесі тапсырмада сендер бейне баянға сүйене отырып, кестені толтырыңдар. Қазақстанда қандай ұлт өкілдері тұрады? Ал енді 3-ші тапсырманы 84-ші бет 3-ші тапсырмадағы мәтінге сүйеніп көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып жазыңдар. Үй жұмысы. Балалар үй жұмысын 84-ші бет 3-ші тапсырмадағы мәтінге сүйеніп ақпараттың дұрыстығын табыңдар. Балалар, сендерге көп рахмет.